Али екеуміз бүгін жарысатын боламыз. Кім ең көп лапша жейтін болады? Темам. Біз қанша лапша жедік, басқаларға қарағанда ерекше емін шынымен де. Сәлем достар! Сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Мен есімім Али. Ал менің есімім Әділ. Бүгінгі видеода достар бізде ASMR, мукбанг және шолу болады. Сонымен қатар Али екеуміз бүгін жарысатын боламыз. Кім ең көп лапша жейтін болады? Ал қай лапшаны жейміз десеңіз, бізге осындай Юшифу деген лапша, өздерінің осындай бірнеше лапшалардың түрін жіберді, осындай үлкен упаковкада. Бұл әр қораптың ішінде 12 штуктан бар. Бізге жарысуға мыналай жетеді достар, бұлай жетеді. Бүгін Али екеуміз Юшифун барлық дәмдерін көретін боламыз. Ішінде 12 штук. Каждыйда. Андағыда 12, мынада 12. Мыналары орташа ашы. Міне қараңыз. Міне қораптың сыртында ашылықтың деңгейі тұр. Мына жерде көрініп тұрмыз да, ана кадрда көрінбей тұрмыз. Мына кадрды полностью жаулап алды, Ең қызығы бізге осындай үлкен жұмсақ қораппен берді. Мынаның ішінде 5 упаковка бар екен. Бұндай упаковканы сіз кәдімгі магазиндерде, супермаркеттерде ала алмайсыз. Тек қана анандай кәріше тағамдарды сататын жерде табуға болады. Юшифуда осындай упаковкасы бар екен. Сразу үлкен упаковканы алған кезде бірнеше күнге, мысалы бір адам алатын болса, бірнеше күнге, бірнеше ретке алса болады. Мінекей 5-еу бар деп жазып тұр, сырты өте мынандай күшті. Орташа ашылықпен, және бізде осындай қатты упаковкасымен бар, тура осындай орташа ашылығы. Онымен қатар өте ашшылары бар, мінекей достар. Мынарды ашып көрейікші? Да, ашық. Достар, осындай үлкен упаковка болған кезде өте ыңғайлы екен. Міне осындай. Қайсысын ең біріншіден көрейік? Мынандай көрейік, мынандардың жұмсағын. Кейін, уже сразу ашысынан көреміз, Давай. Так. Мә, әділесі жақсы. Күштісін. Так, бізде не бар? Бізде осындай суповый основа. Так, сен уже көкөністерді, овощтарды салып қойдың. И андағы бульонный бір основа сой деме? Прикольно. Ашысын дайындайық Али екеуміз. Екеуінің де ашысының упаковкасы прям мощный болып тұр. Қарам, ашылықтың деңгейі. Нан соусы басқанда, нан соусы осындай түсі кішкене Қоңырлау, ананікі. қызыл. Так, орташа ашылығы бізде уже дайын. Міне дайын күйінде осындай болып көрінеді. Қазір дәмін көретін боламыз. Рас болсын. Бірге болсын. Мә. Дәмді. Лапшасы нежный ғой. Біз қанша лапша жедік, басқаларға қарағанда ерекше емін шынымен де. Лапшаның структурасы ерекше. Өте нәзік қой. Кім тым ашы заттарды жей алмайды. Шоғарға прям тем болады. Сен бірнешеуін жей аласың ба? Жей алам, негізі жей алам. Так, бульон көрейік. Дәмді, тойымды, Бульон көрші. Шынымен де күшті. Раменның классический түрі ғой мынау, Мынандай түрін алсаңыз, қателеспейсіз. Как раз мен бүгін осы видеоға дайындалып дұрыс обед ішкен жоқпын. Сен де ішкен жоқсың ба? Мен де ішкен жоқпын. Жоқ, мен обед іштім, бірақ андай плотно былай отырып жеген жоқпын да. Мен де бүгін вообще, мен практически бүгін жеген жоқпын. Пөф, дәмдісіне. Бұл не деген красавчик. Білесің бе?
жақында бой болады. Осы видео өте көп лайк жинайтын болса, брат Саниді шақырамыз. Ал одан да көп жинайтын болса, Хан атаны шақырамыз. Чё, мен көше берейін ба? Келесін. Көше бер. Үлкен пачка мынаны жеу жеңіл емес негізі. Екеу жесең уже балай тойып қаласың, біреуін жесең уже тойып қаласың. Мен келесіне көштім. Біреуін жегеннен кейін асқадан уже толды мынаны считай. Күшті плотно тойып аласың екен біреуін жесең. Екіншісі ащысы басталды. Қатты терлеп жатырман. Мен мынаны бұрышымен уже сезіп тұрмын. О, реально ащы достар. Сен походу түк сезбеятсың не уже? 5 рет ащы видео подряд түсіріп шықтым мен. Әлемдегі ең ащы бұрышты жедім, ең ащы бургер жедім. Одан кейін Бақытжанмен ащы заттар жедік. Нұрлан Қаламовпен ащы бұрыштарды жедік. Ащы тағамдарды ұнататын адамдарға бұл кайф қой. Кайфово ғой. Өзімізге қатты сеніп кеттік па? Өзімізге көп алып қойдық. Көп алып қойдық. 10 пачкадан жейміз деп ойладық. Раменный чемпионның атағын саған беретін түрім бар ғой деймін. Темам. Әділмен походу ұтылатын түрім бар. Yes! Наконец-то мен челлендждардың бірін ұттым, достар. Достар, реально бір пачкасы прям ішіне көп Өте тойымды. Өте тойымды. Біріншісіне берейік қандай. Короче, мен, по-моему, ойым сенікі де менікі де бірдей болып тұр ғой деймін, иә? Да, ол үшін 1, 2, 3-ті білеміз. 1, 2, 3. Мінеке, достар. Кім білмейтін болса, біз өзіміздің шоуларымызда бағаларды былай және былай қоямыз. Міне мынау, мынаған шын айтайын респект. Енді ащысына бағасы қояйық. 1, 2, 3. Өте ащы, өте дәмді. Бүгінгі біздің Йоши Фудың бізге осыны лапшалардың бергеніне үлкен рахмет. Шын мәнінде өте дәмді. Дүкендерде кездестіретін болсаңыз, міндетті түрде алып дәмін көріңіз. Вечно маған ұнамайтында бірдеңке ұнады. Әлиге әйтеуір бірдеңке ұнады. Видеода құсып бірдеңке істеп жүршеді. Бүгін мен челленджді ұттым, бірақ Али осымен тоқтамайды. Ары қарай тағы да жарыстарды ойлап табамыз. Короче, достар, бізде сізге өте көп ерекше заттар бар. Осы жылың соңына дейін Puzzle Life-ты біз міндетті түрде миллионға Алла қаласа жеткізе аламыз. Бірнеше видео дайын бар. Бізде Бақамен видео бар. Бақытжан әлемдегі ең ащы бұрышты жеді. Бізде Қытайша шолу бар. 3-ші бөлім қытайлық шолуды. Бізде мен Каролина Риперді жейтін боламын. Оның барлығын өткізіп алмас үшін міндетті түрде арнаға тіркелеміз. Осы төмендегі подписаться батырмасын осылай басыңыз. Ал бүгін сіздермен болған мен Әділ, Али. Бүгінге осы пазлға жазыл.